Асыл бауырым, қалайсың, аман ба? Жақсы, аман сен өздеріңіз. Аман. Мынау сен жаңа айтып отқан шеше мен ингуштар жайлы мен саған бір не айтайын, факт та бұл бізде болған. Есіңде болса, Астанада бір бизнесменнің үй ішін түгел үтікпен басып өлтіргендер болды. Ингуштар. Сол кезде Назарбаевқа ақсақалдар келді, біздің Астананың ақсақалдары. Сөйтіп Назарбаев қайтты. Ана ингушияға қашып кеткен ингушты алдыр деді. Мен өзі ақсақалдардың аузынан естіген болсын. Сонда Назарбаев бәрін қабылдап болды деді да. Кадыровқа звондаған ғой, короче. Ана ингушты бересің деп. А ол Кадыров айтқан, мен шешемін, ингуштарға билігім жүрмейді деген ғой. Сонда Назарбаев айтқан, мен қызықтырмайды, сен Кавказда салмағың бар, шеш деген ғой, короче. Сонда ингуштардың ауылын қоршап алып, Кадыровтар ше, ана ингушты алдыртқан осы жаққа. Сол мен жаңа айтайын дегенім, сен жаңа ақсақалдар несі жүреді дегенім сәл не дұрыс емес оғым. Ол ешкімді сыйлаған жоқ, ешкімнің сөзін тыңдаған жоқ, қоршап алды да, ана ингушты шығарып берді. Қазақстанға әкелді оны. Ары қарай не болған ешкім білмейді. Ол да бар, өйткені олар Путиннан қорқады ғой. Кадыров оң қолы болғаннан қорқады. Ал былай негізі бір разборкалар бар, интернеттен көрсеңіз де, олардың өздері темалар бар, жаңа ақсақал деген. Бізде мысалға ондай не жоқ қой. Менің айтайын дегенім, именно мына солтүстікке жатады, Астана, Нұрсұлтан. Сол солтүстікте ақсақалдар соны талап етіп алдырған, мысалы. Ол негізі терең қарасаң, біздің ақсақалдарда сөз жүреді, шын мәнінде. Ол тарихи, шындық ол. Мен өз көзіммен көрдім, сол көз куә адамдардан естім оны. Сол ғой айтайын дегенім кішкене. Одан кейін мен жаңа тіл мәселесінде айтайын, ешқандай митинг, ешнәрсенің керегі жоқ. Латынға өтіңдер, қазақтар, кириллицадан кету керек. Сол айтайын дегенім. Асеке, эфиріңе сәттілік деймін, давай жақсы. Рахмет. Міне осындай ақпараттарды естіген кезде, шынымен де ақсақалдар жиналып жаңағындай сондай сұрақтарды шешсе, әрине риза боласың. Ұлтаралық осындай нәрселерді шешіп, сонау Чеченстаннан Ингушетиядан адам алдырып отырса, біздің ақсақалдарға құрмет көрсетесің, әрине. Сөз жүретін ақсақалдар бар арамызда. Бірақ соны ақсақалдарды біз құрметтемесек, олардың сөз жүрмейді ғой. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз. Қалайсыздар, бәрі жақсы ма?